Сен қанша оңбаған болсаң да, жақсы адамдардың арасында жүр. Жоғат. Мысалы, сен кілең 10-15 мұсылманның ішінде жаман нәрсе істемейсің. Анық нәрсе. Жаман болғау сөз, аздау сөйлейсің. Сөйлеп қалатын шығарсың, бірақ енді аздау. Басқалар деді, көке қойсай дейді ғой. Туалеттен келдің ба, не болып кетті деп. Біздің ауылдың шалдары айтатын, айналайын адамды өзі екі тесік болады, орнына ауыстырып алмау керек деп. Кейбіреулер орындарын ауыстырып алады деп. Біреулер былай, біреулер былай сөйлеп жетеді. Біреуден жақсы нәрсе шығу керек, біреуден жаман нәрсе шығу керек. Сол үшін қазақ әдемі ғой, қазақ ше. Қазақ боқ ауыз, боқтампаз, боқтап жатыр. Жаман сөздің бәрі неге тең екен? Боқ, нәжіс. Тек қазақтарда ғана бар бұл әңгіме. Боқ ауыз, боқтампаз, боқтап жатыр, бәрі боққа, нәжіске тең бәрі. Күлесі ғой, шын ғой. Боқтың еш жоқ. Жақсы жоқ, мынау жақсы боқ, мынау жаман боқ деп жатады. Талдап жататын нәрсе жоқ.